Баршаңызға сәлем, бұл қазақша медицина арнасы. Бүгін біз сіздермен қантты 1 ай көлемінде тұтынбай көрсеңіз, ағзаңызда орын алатын, сізді қуантатын жағдайларды айтамыз. Ең бірінші, сіздің тәттіге деген тәбетіңіз жойылады. Себебі тәттіні жеген сайын қандағы қанттың деңгейін төмендететін гормон бөлінеді, яғни гипогликемияға әкеледі. Ал бұл гипогликемия сіздің тәттіге деген құштарлығыңызды арттырады. Сіз қанттан бас тарту арқылы тәттіге деген тәуелділігіңізді жоя аласыз. Екінші, сіздің аштық сезіміңіз төмендейді. Сіз үнемі қантты, тәттіні қолданғанда, одан сайын қарныңыз ашып, үнемі аш жүресіз. Сіз қанттан бас тартқанда бұл сезіммен арыласыз, себебі қандағы қант деңгейі қалыпты деңгейге келеді. Сіз қант, тәтті тағамдарды үнемі қолдансаңыз, олар ағза үшін өте улы болып келгендіктен, сіздің ағзаңыз онымен күреседі. Бұл инсулин резистенттілік деп аталады. Яғни сіздің ағзаңыз инсулинді бұғаттайды, себебі инсулин қандағы қант деңгейін реттейді. Инсулин резистенттілік инсулиннің қызметтерін шектейді, яғни сіздің ағзаңызға микро, макро элементтер, витаминдердің енуі төмендейді. Ал егер сіз қанттан бас тартсаңыз, сіздің ағзаңыз қалыпқа келеді. Келесі, шаршаудың азаюы, әсіресе тағамды қабылдағаннан кейін. Егер сіз қантты, тәттіні жүйелі түрде қолдансаңыз, әдетте тамақ ішкеннен соң шаршайсыз. Бұл да қандағы қант деңгейімен байланысты, яғни қант мидың ағзаңыздың шаршауына әкеледі. Тәттіні шектегенде қандағы қант деңгейі қалыпқа келіп, мидың ағзаңыздың шаршауы жойылады. Сіз өзіңізді сергек сезінетін боласыз. Келесі, сіздің ағзаңыздан судың, майдың артық мөлшері шығады. Бірінші аптадан бастап, сізден судың артық мөлшерімен бірге майдың азайған артық мөлшері шығады. Екінші аптадан бастап сізден майдың артық мөлшері шыға бастайды. Сіз ағзаңызда қанша артық сұйықтық жиналғанын көріп таң қалатын боласыз. Артық сұйықтық жүрекке зиян екенін білеміз. Сіз салмағыңыздың төмендегенін әсіресе бел іш аймақтарыңызда байқайсыз, себебі бел іш аймақтарыңыздың өлшемінің ұлғаюы сіздің қантты көп қолданатындығыңыздың белгісі. Келесі, көңіл күйіңіздің жақсаруы. Сіз осы уақытқа дейін мазасыз, тітіркенгіш немесе жабырқаулы түнеріңкі болсаңыз, сіз қантты шектегенде әлдеқайда сабырлы, өзіңізді жақсы сезінетін боласыз. Ақыл-ой қабілетіңіз артады, есте сақтауыңыз жақсарып, барлығына мұқият боласыз. Теріңіздің жағдайы әлдеқайда жақсы болғанын байқайсыз. Әйелдерде қантты көп қолданғанда инсулин жоғарылайды, инсулинмен бірге андрогендер жоғарылайды. Бұл бөртпе, дақ, безеу теріңізге шығады. Ер адамдарда инсулиннің жоғарылауы тестостерон деңгейін төмендетіп, эндокриндік және жыныстық жүйе ауруларының пайда болуына әкеледі. Ал сіз қант қолдануын шектесеңіз, теріңіздің жағдайы жақсарып, теріңізде дақтар, безеулер азайып, жүзіңіз жарқырайтын болады. Сондай-ақ осы қантты шектеу жүрек аурулары, яғни атеросклероз, инсульт, инфаркттың алдын алады, бүйрек қызметін жақсартады, бауырды артық майдан тазалайды, асқазан ішек жолдарының қызметін реттеп, ас қорытуын жақсартады, ұйқыны жақсартады, қант диабетінің алдын алады, қарттықтың алдын алады, тіс сүйек тінінің жағдайын жақсартады. Қантты тұтынуды шектеуді бастағанда шыдамдылық алғашқы 3 күнге аса қажет. Себебі қандағы қант деңгейі ретке келуі керек. Алғашқы 3 күн бойына өте шыдамды болыңыз, себебі бұл кезде қарыңыз қатты ашып, тәттіге деген құмарлығыңыз одан сайын артып, ол ағзаңызға қант түспегенде әлсіздікті сезінесіз. Қантты шектесеңіз, ағзаңыз үшін өте пайдалы, сондықтан шыдамды болыңыз. Ары қарай сізде тәттіге деген құмарлық басылады. Сіздің ағзаңызда айтылып өткен, сізді қуантатын жағдайлар орын алады. Қантты шектеу бұл тек қана шәйге қосатын шекерді шектеу емес, кола, яғни газдалған сусындар, тәтті сусындар, тәтті тоқаштар, торт, конфеттер, шоколад, балмұздақ, йогурт, бұлардың құрамында рафинирленген қант бар. Сіз рафинирленген қанттың орнына жеміс-жидектің шырыны, көкөніс, дәнді дақылдар, сүт өнімдерін қолдануды әдетке айналдырсаңыз, өзіңізге, ағзаңызға қуаныш сыйлайтын боласыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Арнама қолдау көрсетіп, тіркеліп, лайк басып, қоңырау басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.